Гүлзия асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай кереметтей болып пісіп шығатын самсаны үй жағдайында жасаудың жолын көрсететін боламын. Видеомды соңына шейін қарап көрсеңіздер болады. Бізге алдыменен ұн қажет, қанша керектігін барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге қарап көбейтіп жасай берсеңіздер болады қалауларыңыз бойынша. Енді ұнымызға тұз араласқан суымызды, салқын су болуы қажет. Суымызды және де аздап піскен майымызды құямыз. Оны жақсылап араластырып, қаттылау етіп, қамырымызды билеп алатын боламыз. Бір жасағаннан шығады, яғни ойламастан үйде дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Базарда сатылатын заказ самсалар, яғни сондай самсалардан мүлдем қалыспайтын, дәмі өте керемет болып шығады. Енді бізде осылай қамырымызды қатты етіп илеп алдық, оны целлофанымызға салып, қалдырып, яғни тындырып отыратын боламыз. Қайта-қайта илеп, еуін қандырып, әдемі қылып дайындап аламыз. Енді бізге салмасын дайындайтын боламыз. Үйдегі кез келген ет жарайды, яғни тұздалмаған болуы қажет. Тоңазытқышқа қатырған болсаңыздар да, немесе балғын түріндегісін қолдансаңыздар болады. Бірақ міндетті түрде тұздалмаған болуы қажет. Еттеріміздің барлығын көбіктеп, яғни қатты майда етіп жібермейміз. Орташа майдалықта турап аламыз және де осыны қолданатын боламыз. Құйрығымызды да осылай турап алатын боламыз. Құйрықтың орнына іш майды да жақсылап турап жіберіп, салып қоссаңыздар болады. Енді пиязымызды 3 үлкендеу пияз қостым. Барлығын турап қолданғанымыз дұрыс. Дайын фаршты қолдансаңыздар онша болып шықпайды, өйткені өзінен сөлі бөлінбей қалатын болады. Мінекей, пияздарымызды да дәл солай етіп, төртбұрыштылап турап алдық. 3 пияз менде. Енді салмаларымызды дайындайтын боламыз. Қоспаларымыздың барлығы дайын. Оның барлығын бір ыдысқа салып, араластырамыз. Мінекей, салып алдық. Енді оның үстінен керегін барлық дәмдеуіштерімізді салып дайындайтын боламыз. Менде бұл жерде тұз, яғни 1 шай қасықтай шығады. Үлкен қасықтың жартысымен саламыз. Тұзды және де зира салдым. Қара бұрыш, жарты шай қасық, үлкен ас қасықпенен жартысын салып жатырмын, яғни. Кішкене кориандр және де аздап су құямыз. 50 грамдай су құйсаңыздар жеткілікті. Енді оны жақсылап қолымызбенен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Қамырымыз да дайын, мінекей, тынған, өте керемет. Оны жұқалап жайып аламыз. Қатты жұқа етіп жібермейсіздер. Енді үстінен ерітілген майымызды салатын боламыз. Оның үстінен құйып, қолымызбенен жайғанымыз жақсы, өте жаңағы барлық жеріне біркелкі тегіс тиетін болады. Егер видео ұнаған болса, астына өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер болады, немесе қалай дайындайсыздар, дайындап көргенсіздер ме, комментарий бөліміне бөлісіп отырсаңыздар болады. Қамырымызды жақсылап орап аламыз, және де самсаның, яғни слоеный тестамызды бір-біріменен осылай орап, оны целлофанға салып, 15-20 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Мінекей, шыққан қамырымызды бірдей көлемде кесіп дайындайтын боламыз. Әдеттегідей духовкаға пісіргеннен гөрі үлкендеу етіп кесеміз, өйткені кішкене үлкендеу етіп жасағанымыз дұрыс, қазанға пісіретін болғандықтан. Қазақша концепті қолдап, мен каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Мұнда өздеріңізге қажет деген видеоларды, рецепттерді таба алатын боласыздар. Енді мінекей, бөліп алған қамырларымызды үстінен басып, осылай домалақ қалыпқа келтіріп аламыз, яғни ұнға қойып отырып, мінекей, дайындап алдық.
Енді қамырымыз жаятын боламыз. Басында 1-2 рет осылай жайдым. Одан кейін қамырдың дәл осы жерінде мұқият болыңыздар. Яғни ортасын мүлдем жаймаймыз. Ортасы қалың болып тұрған дұрыс. Тек қана шеттерін ғана осылай айналдырып отырып, барлық қамырларымызды жайып дайындап аламыз. Мінекей қамырларымыз дайын. Енді осының үстінен салмаларымызды салып түйетін боламыз. Менде яғни тамшы самса етіп жасадым. Капля самса, қаласаңыздар дөңгелек етіп формада жасасаңыздар да болады. Айналдырып отырып, осылай бір жағын осылай дөңгелектеп етіп аламыз да, мына жағын бір бұрышын осылай ұзыннан түйіп жібереміз, басып жабыстырып жібереміз. Қамырымыз яғни дәл сондай капля самса болып шығатын болады. Мінекей салмаларымыздың барлығын араластырып саласыздар, май, ет, пиязбенен, сонда сулы әдем болып шығатын болады. Мінекей тағы да бір рет көрсеттім. Қамырымыздың бір бөлігін дөңгелекше тәріздес етіп, бір-біріне жақындаған кезде осылай біріктіріп жібереміз. Тамшыға ұқсас болып шығады. Мінекей өте керемет болып шыққан самса. Дәл осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Мінекей дайындап алған самсаларымызды енді үстінен жұмыртқаның сарысына аздап кішкене сүт қостым. Жұмыртқаның ағын бөлек алып қоятын боламыз. Тек қана сарысын жағып шығамыз. Дәл осы самсамызды түйіп бастаған кезімізде қазанды отқа қоямыз. Қазанды астын қатты қойып, бір 20 минут қатты қызып тұру керек. Енді самсаларымыздың үстінен қалаған күнжуттарымызды осылай қойып дайындап алатын боламыз. Мінекей самсамыз дайын. Енді қызып тұрған қазанымызды ашамыз. Оған енді самсаларымызды жабыстырамыз. Қазанымыз өте ыстық, мұқият болып жасайсыздар. Яғни самсамыздың астыңғы бөлігін ғана жұмыртқаның ағынан батырамыз, және де оны жабыстырған жерімізге кішкене ұстап тұруымыз қажет. Әйтпесе түсіп кетеді. Мінекей енді самсамызды ұзақ қойып тұрамыз. Шашықпенен ұстауға да болмайды екен, өйткені қатты қызып тұрғандықтан ол жабысып қалуы мүмкін. Ағаштың көмегімен менде осылай ұстап тұрдым қазанымды, және де жаймен деп самсаларымызды дәл осылай жабыстырып шығатын боламыз. Қызықшы контентті қолдап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және де лайк қалдырып қойыңыздар. Мінекей енді осылай жабыстырып болдық. Енді оның үстін жауып 45 минуттың ішінде пісіретін боламыз. Самсаларымызды, яғни арасын 15-20 минутта осылай қақпағын ашып қарап тұрасыздар. Егер қақпақта жаңағы суланатын болса, оны сүртіп алып тастайсыздар. Мінекей баяу отта 45 минутта піседі. Мінекей менде пісіп шықты. Ортасына осылай майы ағады, ол қалыпты. Немесе ортасына осы самсаларды қойған кезімізде жаңағы тұзды көбірек етіп тұз салып қойсаңыздар да болады қазанның ортасына. Сол кезде барлық аққан майларын өзіне сіңіріп тұратын болады. Мінекей оңай ғана алынады, асты тандырда пісіп шыққан сияқты оңай түсетін болады. Керемет самсаларымыз дайын болды. Міндетті түрде осылай жасап көруге баршаңызға кеңес беремін. Бір жасап көрсеңіздер, қайта өздеріңіз жасап жейтін боласыздар. Тәбеттеріңізді ашып жіберген болса, ендеше самса дайындауға кірісіңіздер. Мінекей өте керемет болып шыққан, шынайы отзыв менде, және де іші дәмі, зираның дәмі шығып, керемет болып шыққан. Назарларыңызға рахмет, баршамызға ас болсын. Дәл осы рецептпенен маған жасап суретін жіберетін болсаңыздар, өз арнамда кері байланыспенен суретін каналыма жүктейтін боламын. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.